ертеде аңдар жиналып, Арыстанға тосын жасамақшы болады. Жиналысқа Ажар мен Масаны шақырмайды. Ажар мен Маса олардың шақырмағанын біліп қояды. Олар аңдардың бұл қылықтарына ызаланып, құйтырқы жоспар құрады. Жиналысқа бара жатқан балапан олардың сөздерін естіп қояды. Ажар мен Маса аңдарды шағып, оларды бір-біріне шағыстырып жатады. Аңдардың бір-бірімен қырылып жатқанын балапан көріп, оларды қалай тоқтатарын білмей, Арыстанға барады. Балапан Арыстанға келіп, болған оқиғаны айтып береді. Арыстан аңдарды тыныштыққа шақыруға барады. Арыстан келіп, аңдарды тыныштандырады. Арыстан, бұл жерде не болып жатыр? Деп мән-жайды сұрайды. Аңдар болған оқиғаға бір-бірін кінәлап, қайтадан шулап кетеді. Сонда балапан ортаға шығып: "Бұның бәрін ұйымдастырған Ажар мен Маса, сендердің ешқандай да кінәларың жоқ", деп шындықты айтады. Аңдар үнсіз тұрып қалады. Бұл оқиғаның бәрін естіп тұрған Ажар мен Маса аңдардан ұялып алдарына келеді. Ажар мен Маса болған оқиғаға өкініп, аңдардан кешірім сұрайды. Аңдар Ажар мен Масаны кешіріп, өздерінде қателіктерін түсініп, олардан кешірім сұрайды. Олайша аңдар бір-бірін кешіріп, қателіктерін түсінеді. Балалар, дер кезінде қателіктеріңді түсініп, кешірім сұрауды үйреніңдер.